Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық пәні бүгін қарастырылатын тақырып әкімшілік жауаптылық. Негізгі сұрақтар бұл әкімшілік жауаптылық ұғымы және негізгі белгілері, әкімшілік жауаптылықтың заңдылық негіздері, әкімшілік жауаптылықтан босату. Жалпы әкімшілік жауапкершілік деген бұл әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жеке және заңды тұлғаларға өкілетті органдар тарапынан қолданылатын мәжбүрлеу шаралар. Яғни өкілетті органдардың лауазымды тұлғалардың тарапынан қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын айтуға болады. Жалпы әкімшілік жауапкершіліктің мынандай негізгі белгілері тән, ол қоғамға қауіптілігі және қоғамның зияндылығына байланысты. Одан кейін құқықтық тәртіпті бұзудан қорғау құралы болып табылады. Яғни әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу, болдырмау, жәнегідей басқа да осы жолын кесу шаралары негізгі белгілердің қатарына жатады. Әкімшілік жауапкершіліктің тағы бір негізгі бір белгісі ол жәнегі заң шеңберінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі және басқа да нормалары негізінде әкімшілік жауапкершілікке тартылуы. Келесі әкімшілік жауапкершіліктің белгілерінің тағы бірі ол жауапкершілігі жазаланушылығы, яғни әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жазалау шараларының қолданылуы, яғни жауапкершілігі. Келесі негізі бұл белгілердің негізінде әкімшілік жауапкершілік бұл азаматтарды бас бостандығынан айыру, не болмаса қызметтен босату негізі болып табылмайды. Келесі, жалпы мына әкімшілік жауапкершілікке тартылудың азаматтарына келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде әкімшілік жауапкершілік негізі субъектілер, жауапкершіліктің негізі үшке бөлінеді. Бұл жалпы субъектілері, ерекше субъектілер және арнайы субъектілер болып. Әкімшілік жауапкершіліктің әкімшілік құқық бұзушылық жасағанда 16 жасқа толған есі дұрыс адам бұл жалпы әкімшілік құқықтың субъектісі болып табылады. Жәнегі әскери қызметкерлер мен әскери міндетін өтеушілер және ішкі істер органдарда қатардағы және басшылық құрамдағы ішкі істер органдарының қызметкерлері, бұлардың барлығы жәнегі ерекше субъектілеріне жатады. Бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің негізі жауапкершілік, бұл 4-ші тарауы 28-ші баптары қарастырылған. Соның ішінде жәнегі әскери қызметкерлер мен ішкі істер органдардың қызметкерлеріне сәйкес бұл 32-ші баптың 2-ші тармағында қарастырылған. Осыған 2-ші тармағына сәйкес жәнегі жоғарыда аталған лауазымды тұлғалар және қамауға алудан босатылады. Жәнегі 32-ші тараудың 32-ші баптың 3-ші тарауына сәйкес жәнегі әскери қызметкерлер оқу-жаттығу жұмыс орындарында және тағы да басқа оқуда жүрген қызметкерлер жәнегі айыппұлды басқа жәнегі жазалы түрлермен ауыстырылады. Жалпы осындай ерекше субъектілердің қатарына жататын азаматтарға негізі әкімшілік жауапкершілікке тарту барысында көбінесе ондағы әкімшілік құқық бұзушылыққа байланысты құжаттар өздерінің тиісті өкілдік органдарына табыс етіледі. Көбінесе оларды тәртіптік жауапкершілікке тартылуы қарастырылған. Келесі бізде мына әкімшілік жауапкершілікке байланысты негізі Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 41-ші бабында қарастырылған әкімшілік жазалардың 9 түрі бар. Ол жәнегі ескерту, әкімшілік айыппұл салу, әкімшілік құқық бұзушылықтың құралы заты болуына байланысты оны тәркілеп алу, жәнегі әкімшілік құқық бұзушылыққа байланысты арнайы құқықтан айыру, белгілі бір қызметтердің лицензияларын тоқтата тұру, жәнегі қамауға алу, шетел азаматтарын және азаматтығы жоқ адамдарды
Қазақстан территориясынан шығарып жіберу, депортация дейміз. Тағы да осындай түрлері бар. Әкімшілік жаза түрлері негізінен екіге бөлінеді. Бұл негізгі әкімшілік жазалар және қосымша әкімшілік жазалар. Негізгі әкімшілік жазаларға олар ескерту, әкімшілік айыппұл және әкімшілік қамауға алу. Осындай ескерту шаралары жазбаша да жүргізіледі. Әкімшілік айыппұл шарасы бұл жаңағы Қазақстан Республикасының айлық есептік көрсеткішіне сәйкес айыппұл мөлшері жаңағы әкімшілік құқық бұзушылықтың критерийлеріне, категорияларына байланысты жаңағы бөлінеді. Әкімшілік қамауға алу бұл негізі әкімшілік қамауға алынбайтын адамдар тобы бар. Мысалға айтатын болсақ, кәмелет жасқа толмағандар, зейнеткерлік жасқа жеткен еркек әйел адамдар, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, 3 жасқа дейінгі баласы бар әйел адамдар, жүкті әйел адамдар жаңағы қамауға алынбайды. Енді негізгі және қосымша әкімшілік жазалар қатарына арнайы құқықтардан айыру, арнайы құқықтарға келетін болсақ, онда автокөлік жүргізу құқығынан уақытша айыру, ол жаңағы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көрсетілгендей, жаңағы 3 айға, 3 жылға, 5 жылға, 7 жылға дейін мерзімдерге айырылу мүмкін. Одан кейін аң аулау құқығы және тағы да басқа құқықтарға жатады. Соны рұқсат ету не болмаса, жаңағы лицензиядан айыру жатады, жаңағы уақытша тоқтата тұру жатады, тізімнен алып тастау, мәселен, мына жеке сот орындаушыларға байланысты, жеке нотариустарға байланысты, жаңағы тағы да басқа осындай лицензиямен қызмет атқаратын лауазым тұлғаларға байланысты осындай шаралар қолданылып тұрады. Қосымша әкімшілік жазалардың тағы бір түріне бұл тәркілеу мен заңсыз тұрғызылып жатқан не тұрғызылған құрылысты мәжбүрлеп бұзу болады. Тәркілеу жаңағы жоғарыда атап өткендей әкімшілік құқық бұзушылықтың құралы, заты болуына байланысты алып қою. Заңсыз тұрғызылып жатқан құрылыстарды бұзу бұл бұлтартпау шаралары деп те қарастырылады. Заңсыз тұрғызылып жатқан мәселені айтатын болсақ, жаңағы заңсыз, яғни архитектураға, жер бөліміне және тағы да басқа осыған қатысты өкілетті органдардың рұқсатынсыз жаңағы тұрғызылған құрылыстар саналады. Ол жаңағы төтенше жағдайларға, өрт жағдайларына қарсы олардың кіріп шығуына және тағы да басқа кедергі жасайтын құрылыстар, не болмаса қызыл зона дейміз, мына құбырларға байланысты су құбырларын тағы да басқа электр желілеріне кедергі жасайтын, яғни рұқсатсыз салынған жаңағыдей құрылыстарды мәжбүрлеп бұзу. Не болмаса жеке үйлер болатын болса, жеке тағы бір көрші басқалардың жеке үйлердің олардың жаңағы иелерінің шағымдары арқылы жаңағыдей неге тарту мүмкін, жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Шетел азаматтар және азамат жоқ тұлғалардың жауапкершілігі, оларды депортация деп және айттық. Бұл жерде шетел азаматтары жаңағы шетел азаматтар және Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының заңдарына, нормаларына сәйкес жауапкершілікке тартылады. Ал және дипломатиялық, консулдық қызметте атқаратын қызметкерлерге халықаралық құқықтық нормаларға сәйкес жүзеге асырылады. Әкімшілік жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар бар. Бұл Қазақстан Республика әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 5-ші тарауы, 35-39-ші тарауларында қарастырылған. Ол қажетті қорғану, қол соғыс жасаған адамды ұстау, аса қажеттілік, күшті немесе психикалық мәжбүрлеу, бұйрықты немесе өкімді орындау жатады. Бұл жерде жаңағы өкілдік органдардың қандай да бір әкімшілік құқық бұзушылыққа байланысты басқа да өзіндік қызметтерді атқару барысындағы жасалынатын құқық бұзушылықтар жаңағы бұл жауапкершілікке болдырмайтын мән-жайларға кіреді. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жеңілдететін мән-жайлар бар. Бұл жаңағы аталған кодекстің 56-шы бабында көрсетілген. Бұл кінәлі адамның өкінуі, кінәлі адамның келтірілген зиянның орын өзі толтыруы, кәмелет жасқа толмағандардың болуы, әкімшілік құқық бұзушылық жасау барысындағы 3 жасқа дейінгі баласы бар әйел адамдар, және де қандай да бір ауыр халді жағдайда жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар
бұл жаңағы осы 56 бапқа жатады. Енді әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықтың ауырлататын мән-жайлары бар. Жаңағы аталған кодекстің 57 бабына сәйкес бұл жерде және өкілді органдардың қарсылығына қарамастан қандай да бір құқық бұзушылық жасауы, бұрын жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтардың мерзімі өтпей қайталап жасауы, кәмелеттік жасқа толмағандарды әкімшілік жауапкершілікке тарту және кінәлі адамды біле тұра жәнегідей қосымша әкімшілік шараларға қолдану, ұлттық, нәсілдік және діни нысандағы әртүрлі әкімшілік құқық бұзушылық жасауға тарту не болмаса жасауы танылады. Сонымен қатар кінәлі адамның біле тұра жәнегідей адамдар тобының жасауы, өзінің табиғи апаттар кезінде сол уақытты пайдаланып әкімшілік құқық бұзушылықтар жасау, маскүнемдік, нашақорлық, уытқұмарлық күйінде әкімшілік құқық бұзушылықтар жасау бұл ауырлататын мән-жайларға жатады. Өйткені бүгінгі таңда жаңағы бір мысал айтатын болсақ, әкімшілік құқық бұзушылықтар көбінесе қазіргі таңда статистикаға байланысты көптеген көлік апаттар оқиғасы орын алып жатады. Соның көпшілігі автожүргізушілердің көлікке жаңағы нашақорлық, маскүнемдік күйде отыру арқылы адамдардың көптеген қайғылы оқиғаларына ұшырауына себепін тигізіп жатыр. Енді әкімшілік жауапкершілігін босату жағдайлары, енді ол жаңағы құқық бұзушылықтың мәселесіне, атқарылуына байланысты өзгерістер болып жатыр. Соған байланысты қоғамға келтірілген залалы жаңағы көп болмаған жағдайда қарастырылады. Жалпы негізі әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 62 бабында ескіру мерзімінің өтуіне байланысты әкімшілік жауаптылық босатылу көзделген. Ол жаңағы жоғарыда атап өткендей ауырлататын мән-жайлар, жеңілдететін мән-жайларға байланысты және басқа да критерийлерге байланысты олардың уақыттары, мерзімдеріне байланысты ескіру мерзімдері 2 ай, 2 жыл, 5 жыл деп бөлініп, осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте барлығы жазылған.